Ал біз қазір үйден шығайын деп жатырмыз. Даниял әжесі бер пока үйден. Қуаныш келіп жатыр. Үйден шығып жатырмыз. Қазір Алматыға қарай жол жүреміз. Ал біз Қызылорда аэропортында келдік. Қазір Алматыға қарай сапарымызды бастаймыз. 1000 шақырымдық жол бір қадамнан басталады дегенді. Қазір соны бастаймыз. Жақсы кеттік, жақсы келді. Алматы, Стамбул. Уже таңғы 6 болып қалды. Здесь у нас ал жол болсын. Наш самолет. Забери меня туда. Алматы аэропортынан Стамбулға қарай ұшаққа отырдық. Турецкие авиалиниямен. Енді жол болсын деп Алматы аэропортынан. Стамбулға келіп қалдық. Біз қазір Boeing 750 ұшақпен келе жатырмыз. Қызық, мен қараңғы, ой жарық қой өте. Жақынандай батырмыз. Бұл жерде қараңғы, бұл жерде өте жарық. Қазір батырмыз арқылы қараңғы тереземіз қараңғы атуға өте болады екен. Мен таңғалдым бұндай артықшылыққа. Турецкие авиалинии, Turkish Airlines намаз оқитындар үшін өте ыңғайлы жасап қойған. Меккенің бағытын жетіп қояды. Ұшақтың арқа жағында деп. Осындай өте ыңғайлы жасап. Батуға, күннің шығуы деген сияқты барлықтар дәл осылай. Енді жаңа тереземіз қараңғыланды. Соған кез өте қирамыз. Жабуы керек жоқ, ашып жауып жүріп тек қана батырманы басса болды. Негізі далада осындай. Бағана қап-қараңғы болған терезе қазір ашық. Бұлтты секіріп келдіміз. Қазір бұлтты секірдік. Бір жер жақсы. Самолеттің тұмсығын көрсетіп тікелей эфирде қазір түсіріп жатыр. Астында бұлт. Қазір Стамбулда 8:38 кетті. Алматыда 10:38. Камера самолет тұмсығын көруге болады. Тұмсығы қазір бұлт ішке кетіп барады. Стамбулдың түсінен кеп қалдық. Стамбул болғанда үйдің крышалардың көбісі қызыл крыша, сондықтан үйлердің барлығы бірдей ме. Міне самолеттің астыңғы жағында камерадан бізге бұл көрсетіп тұр, прямой эфирдан. Ана лифт камерадан бассап, самолет тұмсығы, аны бассап, астын көрсетеді. Шын мәнісінде Boeing 787-9-ның артықшылығы мына жерде камераны қосуға болады, прямой эфир сияқты. Не қонатынымызды қазір Стамбулға қонайын деп жатырмыз. Ұшақтың тұмсығында тұрған камераны бірден көруге болады. Немесе астын көруге болады. Камераның астында не болады. Бірақ бізге қалай қонатынын бақылаймыз. Бір ұшқыш сияқты өстіп бақылап отыруға болады. Міне өте ыңғайлы. Пилоттың жанында отырғандай отырмыз.
бұл бізде Boeing 787-8-9. Sayın yolcularıma. Жаңа терминалға бара жатырмыз. Стамбулдың жаңа аэропорты. Жаңа десе болады. Қателеспесем 2 жыл болды іске қосқанына. Олар бастапқыда осыны салған кезде Еуразиядағы ең ірі терминал, ең ірі аэропорт боламыз деп жоспарлап салған. Әрине пока Франкфурт пен Англиядағы Хитроудың сияқтыға жете қоймас, бірақ менің ойымша бағыттар өте дұрыс. Бұл тек қана кішкентай бір аэропорттың кішкентай бір бөлігі ғана. Қазір келесі нені күтеміз. Рейсті. Түркия аэропортында тегін Wi-Fi қолдануға болады. 1 сағатқа соны қалай екенін көрсетіп өтейін. Астында терминал тауып аламыз. Мынаны басамыз. Паспорттың санындарын сканерлеткен кезде сканерлеп болған соң код шығады, кодты принтермен басып, сол жерден көзімен Wi-Fi-дің паролін береді. Өте оңай. Қазір посадкаға келе жатырмыз. Джон Кеннеди аэропортына барамыз. Бәрін өттік, тіркеуден өттік. Ұшаққа отыратын көңіл. Осындай набор береді. Ішінде салфеткамен, антисептикпен маска болу керек. Hello. Ұшақ қосамыз. Біздің ұшақтың өтірі. Біздікі 41-ші орын. Әлде 27. Бәрін бәрі эконом класс болған дейін. Hello. Thank you. 41-ші орын. Біз регистрация кеше салғандықтан мәселе артына жақындап кеттік. Ештеңе етпейді. Осындай. Жақсы, привет. Қазір Нью-Йоркқа компьютердің бақылауы бойынша 6 минуттан кейін біз уже қонамыз. Теңіз. Мұхит деген мұхит. Атлант мұхиты. Қазір компьютердің айтуы бойынша 6 минуттан соң жетеміз қазір. Қазір қонамыз. Бір қызық жағдай, ұшақтардың барлығы түзу бармайды ешқашан. Айналып жерге жақын бағытпен барады. Нью-Йоркке қонуға 3 минут қалды деп тұр. Қазір қону керекпіз. 260 км/ч, так что біз биіктеміз. Дейін тек қана мұхит тұғын. Қонуға аз қалды. Самолеттің алдыңғы камерасы тікелей эфирде көрсетіп тұр. Осылай қалай қонатынымызды көрсетіп болады. Нью-Йорк аэропортына қондық. Құдайға шүкір. Жаңбыр жауып отыр екен далада.
жаңбыр жауып тұр. Далада жаңбыр құйып тұр. Туристерге, конечно, жаңбырдың болмаған жақсы, бірақ амал жоқ. Жаңбыр емес күн тақыдырамыз. Қазір паспортный контрольдан өтеміз. Сондықтан тұрып. Енді бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Көптеген бұл жерде Work and Travel'мен келіп жатқан студенттер бар екен. Екі қыз осы Work and Travel'мен келген. Олар 3 ай бойы жұмыс істеп, Америка тілі үйреніп, мәдениетін үйреніп, ақша тауып елге қайтады. Өте жақсы мүмкіндік. Осы жердегі барлығы қазір паспортный контрольда тексереді барлығын. Заңды келіп жатыр ма, қалай келіп жатыр. Багажымызды күтіп тұрмыз. Бір багажымызды алдық. Енді паспортный контрольдан өттік, аман-есен 6 айға басып берді. Енді екінші багаж, таныстарымыздың багажы алып келеді. Біз Нью-Йоркке қондық, аман-есен. Қазір қалаға бірінші рет шығайын деп жатыр. Қала суық, өткені жаңбыр жауған. Нью-Йорк. Ал біз Нью-Йоркқа келдік. Қазір бірінші терминалдан түстік. Бізді бірінші рет осы қызылордалық жерлесіміз Назира деген ханым күтіп алды. Енді Балзира деген коллегам бар, соны сыңары жақсы привет. Нью-Йоркке баратырмыз. Жерлесіміз қазақтар күтіп алғанына өте қуаныштымыз. ақш-тан аэропорттан, Джон Кеннеди аэропортынан қалаға апаратын Air Train дейді ғой, аты қателеспесем, төбедегі осы біздің Алматы, Астана, Нұр-Сұлтан қаласындағы анау не дейді, памятник коррупционерам дейді ғой, ЛРТ-ға бір ұқсайды екен. Өкінішке орай біздікі тек қана анау тіреуіштері бар, бұл жақта жұмыс істеп тұр. Ол мен әрине тезірек баруға болатын сияқты. Ал мынау Нью-Йорктың көшелері осындай, әлі орталығына келген жоқпыз. Қазір бір қонақ үйге баратырмыз, броньді тексеріп қайтамыз. Біз ең мақытында шықып қайтадан кіріп жатырмыз. Түнгі Нью-Йорк жаңбыр жауғандықтан бәрі анық көрінеді. 29 май, Нью-Йорк, Манхэттенде тұрмыз, жаңбыр жауып жатыр. Күн салқын, 10 градус шамасында. Қазір таңғы 8:30. Жаңбыр жауып тұр, сондықтан сәл қолайсыз болып тұр жаңбыр. Оған қарамастан қыдырып отырсамыз, 10 градус күздің температурасы сияқты салқындау.